Аллаға шүкір етіңдер. Спорт залдарың бар қазір. Ата-аналармен бірге тұрасыңдар. Астарында әйтеуір көліктерің бар. Жейтін тамақтарың бар. Дастархандарың мол, кешегі картошка мен қара шай емес. Ең бастысы ақыл шағаларың бар. Біз жүрміз, мынауың дұрыс, мынауың бұрыс деп. Бізге ақыл керек, бізге ар-намыс керек, бізге ауызбіршілік керек, ойлану керек, уайым керек. Кімді уайымдайсың? Ұрпағыңды уайымда, қарындасыңды уайымда. 10 жастағы, 12 жастағы, 10 жастағы қарындасың сенің 8 жылдан кейін бойжеткен қыз болады. Ал бойжеткен қызға кім қарамайды бүгін? Рухани ауру, иман жоқ, намыс жоқ. Әйтпесе еркек әйел бола ма? Еркек қыз сияқты киіне ма? Ойлашы, әкең қуанды ғой сен кеше өмірге келгенде. Менің ер азаматым, менің болашағым, елді қорғайтын азамат осы болады деп. Қаншама жастарымыз бар адасып жүрген қазір. Сондықтан біз аманат бар мойнымызда, үлкен аманат, үлкен жүк тұр. Ұрпақтың алдында ертең қара бет боламыз. Инстаграмнан қарап, 50 жылдан кейін сен ұрпағың, менің әжемнің түрін қара, кеудесін көрсетіп, жамбасын көрсетіп, түседі екен ғой суретке деп отырсаң, немерелерің, атаңның түрін қара, кальян шегіп отыр барда, кабакта менің атам, Инстаграмда қарашы менің ата бабам қандай болған. Алла тағала бекер ақыл берген жоқ. Ақылға сал, ақыл сенің таразың болсын. Ойла, өлшем жаса, мынау дұрыс па, бұрыс па? Мен не істеймін, не берем халқыма? Бір ақсақал бүкіл ауылға қараған, бір ақсақал бүкіл ауыл тәрбиелеген. Ауыл ақсақалдар шала болса, жігіттер алты ауыз ала болса, әдесе мәдейтін, жасыл тойына жас кіші сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді дейді. Ақсақалға бағынбайды қазір. Ақсақал деген жоқ. Ақсақалға мұқтажбыз. Сен бола аласың ба сондай ақсақал енді 20 жылдан кейін? Жоқ, әлде жүрміз бе әлі? Қабаққа барып, ана қызға барайық, ана тема, мына тема деп. Жігіттер олай болмайды. Өмір деген нәрсе уақытша берілген нәрсе. Бұл қысқа. Ажал ертең саған қай күні, қай уақытта келетінін білмейсің. Бірақ өзіңе берілген ғұмырыңды жақсылық арна, жақсылық жаса.